Top atalarımız. Sol için biz top atalarımızı anıktab alу үшін мына жерде шар-шару әдісі арқылы топтарымыздың атауын анықтап алайық, иә? Келіңдер. Хадиша, кел, Лубан кел. Айша, ручкамен жарамызда топ атауларымызды анықтап алайық. Жарайды. Аш. Ұлпан. Зат есім, яғни сендердің топтарыңның аты зат есім болады. Зат есімге апарып қойсын. Сендерде жара беріңдер. Жара бер, сендер өзіңдің ала бер. Сен аңнан жар. Сан есім. Сан есім. Сендердің топтарың аты сан есім болады. Сын есім. Сын есім. Сендердің топтарың аты сын есім. Яғни ішінде етістік. Етістікті Хадиша өзіне апарады. Міне намына. Орындарына қоялы. Ал топ атауларымызды анықтап алып балалар. Я? Олай болса, біз әдеттегідей психологиялық ахуалды ұйымдастырамыз. Осы жерде миға шабуыл әдісі нейрожаттығумен жұмыс жасаймыз. Так, бірінші оңай көрген бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді сәл қиындау. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді қиындау. Қоян, басқарма. Қоян, басқарма. Бұл балалар біздің есте сақтау қабілетімізді арттырады және жазу жазғанда барлығына әсері бар. Түсінікті ме балалар? Ал енді балалар біз қазір сөз таптарын өтіп жатырмыз. Соның ішінде зат өтіп жатырмыз, иә? Енді сөз таптарын өткенге шолу, өткен сабақтармен бірінші ережелерді есімізге түсіріп алайық. Барабан әдісі арқылы. Бұл жерде балалар барабанды бастамас бұрын мен сендерге бағалау сұрақтарын таратып кетейін. Өйткені қазір уже сұраққа жауап бере бастайсыңдар, иә? Мына жерде бағалау парағы балалар бізде карта жүзінде берілген. Біз әртүрлі бағалаумен бағаланып жүрміз. Бұл жерде берасы. Осы жерге бағаларыңызды қойып отырасыз. Тапсырмасайын. Ортаға қойып қойды. Ал енді ережелерді есіңізге түсіреміз. Өткенге шолу. Қараймыз қазір. Қазір балалар әдемі болып отырамыз. Қосымша нешеге бөлінеді? Екіге. Тұрып айтам. Қандай бол? Жақсы. Өзіңе бір бал белгілеп қой. Түсінікті ме? Бұны алып тастаймыз. Орнымызда тұрып айқайламаймыз. Қолымызда белгі бар балалар, иә? Сонымен көрсетеміз. Жалғау дегеніміз не? Айша? Сөзден сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейді. Өте жақсы, бәрекелді. Өзіңе бір балды белгілеп қоямыз. Түбірдің белгісі қандай? Кел, Ұлпан. Тақтаға көрсет түбірдің белгісін. Балалар білгендерін бәрімізге жақсы, иә? Бірақ балды бір балға қоймамыз керек. Түбірдің белгісі дұрыс па балалар? Өте жақсы, бәрекелді. Өзіңе бір балды белгілеп қой. Оны алып тастаймыз. Өткен сабақтың ережелерін есіңізге түсіріп жатырмыз. Антоним дегеніміз не? Айта ғой, алма. Антоним дегеніміз бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Мысалы, қала, азар, қымбат. өте жақсы, бәрекелді. Өзіңе бір бал. Оны алып тастаймыз.
Түбір дегеніміз не? Ерасыл. Түбір дегеніміз сөз мағыналы бөлінбейтін бөлігін түбір деп атаймыз. Дұрыс, өзіңе бір балл, бәрекелді. Дұрыс. Сөздің бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір деп атаймыз, иә? Синоним дегеніміз не? Айта өз. Асыр. Бір мағыналы болады, бірақ екі сөз болып айтылады. Кім толықтырыш береді? Апай, Айта ғой. екі сөз болады, оның бірақ бір мағынасы болады. Мысалы, ұстаз, мұғалім, ол синонимға жатады. Дұрыс, екі түрлі айтылғанмен Бір мағынасы білдіріп тұр. Өзіңе бір балл. Тағы да, Алмат. Қобалжымайын сынасы. Сөз мағынасына қарай нешеге бөлінеді? Айша, айта бер. Антоним, синоним, амоним. Дұрыс, бәрекелді. Өзіңе бір балл. Жалғаудың белгісі қандай? Мына жақтан. Кел. Айтсын. Жалғаудың белгісі дұрыстамыш. Борға сол жерден. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Өзіңе бір балл белгілей қой. Бізде енді үшеу қалды, үш сұрақ. Жұрнақтың белгісі. Апай. Көрсет алып. Дұрыс па? Өте жақсы, бәрекелді. Өзіңе бір балды белгілеп қой. Балалар, сендер белгілеген сайын, мен де қазір мына жақтан өзіме белгілеп отырамын. Түсінікті ма? Апай. Амоним дегеніміз. Айт. Амоним дегеніміз бір сөз болады, оның екі мағынасы болады. Мысалы, жандыдала, қолады, айтамыз, алады. Жақсы, бәрекелді. Дұрыс. Өзіңе тағы да бір балл. Жұрнақ дегеніміз. Жәнетті. Жұрнақ дегеніміз сөздің мағынасын жететін қосымшаны жұрнақ деп атаймыз. Жұрнақ деп атаймыз. Жақсы, бәрекелді. Өздеріңе бір балдан қойып шығамыз. Осы сұраққа жауап берген оқушылар бір балдан өздеріңе қойып отырамыз. Мен аралап жүріп, мына жаққа өзіме түсіріп аламын. Түсінікті ма? Ал олай болса балалар, біз жаңа сабақты танысамыз. Бүгінгі сабағымыз зат есім. Бұл сабақ бізге бірнеше сабақта берілген. Бүгін біз сол зат есімнің соңғы сабағын өтейін деп тұрмыз. Біз, яғни, қай бөлімге жүрміз қазір, балалар? Салт дәстүр және ауыз әдебиеті. Салт дәстүр Және ауыз әдебиеті. салт дәстүрлермен танысып жатырмыз, иә? Иә. Алдыңғы сабақта біз салт дәстүрдің қандай түрімен таныстық? Бесік жыры, иә? Бесік жыры. Бесікке неге салады балалар? Апай, тыныш ұйықтау. Тұрбай. Тыныш ұйықтау. Иә, тағы да кім қосады? Апай, тыныш ұйықтау үшін және оның тез өтсін Күзгі әдемі болу үшін, иә? Бесік жырын айтып кетсек, Алмат айтады. Ақбөпе әйтпештен көгершін тебетен жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Жақсы, бәрекелді. Айтасыңдар ма? Айтыңдар. Айта ғой. Айт сен айт. Бәрекелді. Жақсы, жарайсың. Енді балалар, біз бүгінгі сабақта сол салт дәстүрдің бірі тұсаукесермен, тұсаукесер салт дәстүрімен танысамыз балалар. Бұл жерде неге кесіп жатады соны? Сіздің лап түспеу үшін кесіп жатыр. Яғни бесіктен шыққан бала енді еңбектенуден шыққаннан кейін жаңа қадамдар баса бастайды. Сол уақытта бала шалынып құлап қалмау үшін баланы кеседі. Алажып, байлап, шақпен кеседі. Жақсы.
Енді қазір біз тойлап жатамыз оны, әлі күнге дейін бұл салт дәстүрлер бізде жалғасып жатыр. Мысалға, жаңағы тұсаукесерді балалар жаңа кім айтқандай алашықпен, қойдың тоқ шегімен және де көк шөппен кескен екен бұрынғы заманда. Неге? Өйткені алашықпен бала біреудің алашығын аттамасын, адал болсын деген ниетпен алашықпен кескен екен. Ал қойдың тоқ шегімен балалар бай дәулетті болсын деген ниетпен қойдың тоқ шегімен кескен екен. Көк шөппен, көк шөп сияқты көгеріп өссін деген ниетпен солай ырымдаған екен балалар. Түсінікті ме? Ал енді оқулықпен жұмыс балалар. Біз оқулықтарымызды ашамыз. 19-шы бетте тұсаукесер жайында айтып кеттім. Сабағымыздың мақсатын айтып кетейін балалар сендерге. Сабағымыздың мақсаты бүгінгі сабақта сөз таптарын ажыратамыз. Сұрақтарға сурет арқылы, сұрақ қою арқылы зат есімдерді табатын боламыз. Түсінікті ме балалар? Жазу жазған кезде де әріптерді бір-бірімен байланыстырып, көркем әдемі етіп жазамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы балалар. Түсінікті ме? Оқулықпен жұмыс стоп әдісі арқылы жүреді бізде. Яғни бұл жерде дескриптор бойынша балалар мәтінді түсініп оқимыз. Мәтіннің мазмұны бойынша бір-бірімізге сұрақ қоямыз, қарамен жазылған сөздерге сұрақ қоямыз. Осыны орындаған оқушы 2 балмен бағынады. Түсінікті ме? Ал жалғастырамыз. Кім бастайды? Бастай ғой. Қарап отырамыз стоп әдісі арқылы. Біріндегі адамдар 2 жаққа бөлініп тұрады. Ортада қалған. Ол стоп. Ары қарай. Оқи ғой. 2 әйел жағының қолтығына кенеп 4 жаққа апарады. Стоп. Оқы. Тақыр әже дайын тұрған ала жіппен Біржанның аяғын тұсады. Берік еңкейіп барып жүйрік бол деп тұсауын кесті. Стоп. Кім оқи? Оқи ғой. Осы сәтте үлкендер бәрекелді берік ағын сияқты білімді азамат бірі бол деп тілек білдіріпті. Яғни балалар бұл жағына біз айтқандай тұсаукесер туралы айтылған екен, я? Осы жерде бізге недегі жағына мәтінді қалай түсіндіңдер? Не істеген екен? Іс-әрекеттер не бұл жағына мәтінде? Кім айтады? Баланың тұсауын кескен. Қол көтеріп айтамыз. Айта ғой. Баланың тұсауын кесіп, оның 2 әже 2 жағынан ұстап, Турана суреттегідей не істеп жатыр? Тай. Әжелер 2 жағынан Бас деп жатыр. Осы жерде қарамен жазылған сөздер бар балалар. Соларды тағы да айта ғой. Қарамен жазылған сөздер қай сөздер? Адамдар кімдер? Бірінші қарамен жазылғандар атап шығамыз. Адамдарға. Тыныштал. Адамдарға. Кімдер? Кімдер? Дұрыс па балалар? Дұрыс. Орын дегенге сұрақ қой Хадиша. Не? Не? Орын дұрыс. Сен өзіңе не істейміз? 2 балды қойып қоямыз. Түсінікті ме? Енді қалған әже дегенге. Жәлелден. Әже кім? Түсіріп отыра ма? Үлкендер. Кімдер? Өте жақсы. Сен де өзіңе 2 балды белгілеп қой. Енді берік тілек дейді. Ерасыл. Бәрі ерасылымызда сабыр сақтаймыз. Берік кім? Тілек не? Дұрыс па балалар? Дұрыс. Сен де өзіңе 2 балды белгілеп қоямыз балалар. Енді балалар бізде дәптермен жұмыс болады. Дәптермен жұмыста дәптерлеріңді ашыңдар. Бүгінгі күнді жазамыз. Енді сол жерде дескриптор бойынша балалар бізге міне сөйлемді көшіріп жазады. Зат есімдерді тауып түбір мен қосымшаны ажыратамыз.
әріп элементтерін бағана сабағымыздың мақсатында айтып кеткендегідей бір-бірімен байланыстырып көркем әдемі етіп жазғанымыз үшін бізге 4 балмен бағаланады екенсіңдер. Осы жерде алғашқы 6 оқушы келсе бағалаймын, қалғанын аралап жүріп көремін. Тақтамен де жұмыс болсын, бір оқушы тақтаға шығады. Мен аралап жүріп көрем балалар, сендер әдемі көркем етіп жазамыз. Партада партамен көзіміздің арқашықтығын сақтап отырып жазамыз. Жазғаннан кейін оның ішінен зат есімді табамыз, және түбір мен қосымшасы бар сөздер бар екен. Соларды ажыратуымыз керек. Әдемі жаз, бояма жаз. Бер аға. Тұсау. Сұрақ қоямыз. Тұсауға. Бала. Кім? Дәстүр. Күте тұрамыз. Дәстүр. Кім боламын, не боламын? Не? Айтамыз. Енді сен үшеуің таусында түбір мен қосымшаны ажырат енді. Бала ішінде тұрғын сөздер тұр. Баланың дегенді таусында, бірақ түбір мен қосымшасын ажыратамыз. Қазірше балың 2 бал тұр, соны ажыратсаң қазір 2 бал тұр. Асын сізі белгілеу көреміз. Қол өрмесін. 1 бал берушісін. Сүйімнің тақтасын. Төрт бал берушісін. 2 оқушы болды жағына. Енді дұрыс, енді толықты бал, 4 бал. 3 оқушы. Толық сенікі. Сен тақтадағы болдың ба, Жәнетке? Болсаң, маған таба қой. Осы жерде зат есімдерді табамыз бірінші. Сұрақ қоямыз. 3 оқушыны көріп шықтың балалар. Сол балалар өзіне балық қойып отырсын. Түсінікті ма? Бала кім дұрыс айтады, зат есім. Бұл жерде бізде зат есімді тап деген, және қарамен жазылған сөздерді қарамен емес, түбірмен қосымшаны ажыратып. Кім? Тыңшы отырамыз. Дәстүр не? Белгілей бер. Дәстүр не? Дұрыс. Кім? Я? Балаға кім? Түбірі қайсы? Бала. Мынау не болады? Қосымшаның ішінде жалғау. Дұрыс. Тұсау. Тұсау түбір баланың қосымшаның жалғауы. Дұрыс. Жіппен сұрақ қой. Жіппен. Жіп не? Я, пен. Не болады? Қосымшаның жалғауы. Дұрыс. Бәрекелді. Өзіңе 4 балды баға қоя ғой.
Енді топтық жұмыста балалар біз көп түрлі әдіспен жұмыс жасаймыз. Я? Викторина әдісі, фонарик, жаңбыр әдісі, тышқандарды тамақтандыру әдісі. Бұл әдісті күнделікті сабақтарда қолданып жүрміз. Яғни сөйлемдер ауысып кеткен орнына қойып сөйлем жасайсыздар. Сендер фонарик әдісі арқылы артында жасырылған суреттерді тауып сұрақтарын дайындау. Сәйкестендіру, яғни кім, кімдер, нелер деген сұрақтарға мына жерде сөздер жатыр. Тамшылар трубочканың көмегімен сорып әкеліп жабыстырамыз. Түсінікті ма? Ал мына топ сендер орындаймыз. Мына топтағылар викторина әдісі арқылы суреттерге қарап сұрақтарын табамыз. Ал кеттік. Джунгли әдістері біледі. Бұл келіңдер. Кел, шетінен келе беріңдер. Сендер осы экранмен жұмыс жасайсыздар. Суретте оқушыларға сұрақ қоямыз. Кімдер? Ол, дұрыс. Бәрекел, өзіңе 1 балл. Кел, Ерасыл. Суретте не көріп тұрмыз? Оқушыға сұрақ қоямыз. Болғандар, сабық сақтап отырамыз. Мен олар. Ойыншықтарға сұрақ қоямыз. Дұрыс. Бас сөйле, басылмайға. Сендер отыр. Суретте не көріп тұрмыз? Дәрігерлерге сұрақ қоямыз. Кімдер? Дұрыс, бәрекелді. Барлығы сұрақ қоямыз. Не, дұрыс айтады. Бәрекелді. Кітаптарға сұрақ қоямыз. Не? Өте жақсы, бәрекелді. Бұл топтағы балалар өздеріне бір балдар қойып шығамыз. Түсінікті ма балалар? Енді сендерде суреттер жасырылған, я? Фонариктің көмегімен бері ғой, бірінші бастаймыз. Астына жағып, қандай сурет шықты? Етік. Етікке сұрақ қоямыз. Не, дұрыс. Мұғалім. Кім, дұрыс айтады? 1 балл дайындалып отырды. Алтында. Нелер? Дұрыс. 1 балл өзіңе. Аспазшы. Кім, даусыңыз шығарыңыз. Дұрыс. Қолшатыр. Не, дұрыс. Өздеріңе 1 балдан кезекпен қоямыз. Кезекпен. Бейшілер. Кімдер? Дұрыс. Қоямыз. Яғни жасырып тұрған суреттерді таптық па? 1 балл. Асықпаймыз. Мынау жобасын былай кезексіз. Қан сендер шыға ойындар. Сендерді шыға ойындар. Көреді. Марат жексенбі күні ерте тұрды. Зат есімді табамыз. Ішіне Ойыншылар. сұрақ қоямыз. Ойыншыларға. Кімдер? Дұрыс. Әселге. Кім? Дұрыс. Маратқа. Кім? Өте жақсы, бәрекелді. Өздеріне 1 балдан қойып шығамыз. Ал қағаздағы сөздерді сәйкестендіреміз, я? Айтамыз. Кім деген сұраққа жауап береді? Кім? Бала, Дұрыс. Түсінікті ма? Мен айтамын, сен жалғастыр әдісі арқылы өтеді. 1 оқушы сөз айтады, 2-ші оқушы сұрақ қояды. Ал кеттік. 1 сөз айт. Тыңдаңыз. 1 сөз айт. Ұстаз. Кім? 1 сөз айт. Тақта. Тақтаға сұрақ қой. Не? Не, дұрыс. 1 сөз айт, кез-келген. Шелек. Кез-келген сөз айт. Тақтан қайталай бересіңдер ма? Шелек, шелек. Көп қой 1 сөз айт. Терезе. Терезеге сұрақ қой. Не? Дұрыс, не, отырма, жақсы. Астарына күліп қойыңдар. Сендер 1 сөз айталым. Апай бұға ұстаз, я? Сұрақ қой. Кім? Жарайсың.
Bir söz aytalım. Жұлдыз. Жұлдыз. Не. Дұрыс. Екеуің бір сөз айт, біреуің. Апайға. Күндер. Жақсы, бәрекелді. Орындық. Не, дұрыс. Bir söz ayt. Дұрыс. Дұрыс, бәрекелді. Бір балдан қойып шығамыз. Барлығымыз бір балдан қойып шығамыз. Барлығымыз сұрақты дұрыс таптық. Түсіндік ме? Енді сабыр сақтаймыз. Енді балалар үй жұмысына 22-ші жаттығуды береміз балалар. Белгілеп аламыз. Үй жұмысына көркем жазамыз. Жаттығуды қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойып, астын сызып, қай сөз табына жататынын тауып келеміз. Түсінікті ме? Үй жұмысы. Ал енді бүгінгі сабақ қызық болды ма балалар? Соған кері байланыс береміз. Яғни сабақты білім заряды әдіс арқылы кері байланыс береміз. Сабақты толыққанды түсінген оқушы жасыл белгіні көтереді. Орташа түсінген оқушы сары белгіні көтереді. Онша түсінбедім, мүлде түсінбедім деген оқушылар қызыл белгіні көтереді. Қай көріп шығай? Анағада жақсы. Түсінесіңдер, жарайсың. Сендер жақсы. Сендер Ай, сезім орташа түсінді, алдағы уақытта тағы жұмыс жасаймыз. Сенен отыр, дұрыс. Жарайсың. Ал енді, оқушылар, бал есептейміз. 10 бал. 10 бал алғанда орныңыздан қайтшы. 3 бал. Отыр, 10 бал алғанда қайтшы. 10 бал. Қадиша 10 бал ма? Айсұлу 10 бал. Ерасыл 10 бал. Ерасыл 10 бал. Айша 10 бал. Апай. Болды ма? Сен 10 ба 9 ба? 10 балдар, отырда 9 балдар тұрш. 9 бал. 9 балдар. Арман 9 бал алған бала. 8 бал. 7 бал алғандар тұр. 7 бал. Ұлпан, 7 бал ма? 8. Ұлпан 8. 7 балдар. 7 бал ма? Айсұлтан. Айсұлтан, 7. Отырамыз. Сендер, сен 7.